Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Махамбет Өтемісұлының өмірі мен шығармашылығы. Оқу мақсаты автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретінде рөліне талдау жасау, шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың троп пен фигура түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру. Махамбет Өтемісұлы кім? Әйгілі ақын, күйші, сазгер, ұлт-азаттық көтеріліс басшысы, Исатайдың досы, Батыс Қазақстан облысында туған. Махамбеттің шығармалары: Мұнар күн, ереуіл атқа ер салмай, ұлы арман, жайықтың бойы көк шалғын, атадан туған ардақтер, біртіндеп садағасынбай, арғымақ сені сақтадым, қаранар керек біздің бұл іске, еменнің түбі сарыбал, жалған дүние, тағы басқа шығармалары бар. Махамбет шығармаларының тақырыбы: жыраулық поэзияның көркемдік әлемі, ұлт-азаттық көтерілісі, елдікті сақтап қалу. Махамбет өлеңдерінің жанры: сатира, элегия, монолог, арнау, тағы басқа. Енді әдебиет теориясына тоқталайық. Троп, айналым, тіл оралымы, иін, иірім, сөз қолданысы. Троптың түрлері: метафора, метонимия, теңеу, кейіптеу, синекдоха, гипербола, литота, ирония. Енді метафора дегеніміз не? Метафора құбылыстар мен заттардың ұқсастық белгілері негізінде астарлы мағынада қолданылуы. Мысалы, жүректің көзі, жастықтың оты, дүние есігі. Метонимия өзара байланысты балама ұғымдарды қолдану, құбылыс орнына оның ерекше қасиетін көрсету. Мысалы, әйел адамды ақ жаулық, бүркітті ақиық, қылышты наркескен деп атау. Синекдоха екі ұғымның іргелестігі арқылы жасалады. Синекдохада бір ұғымды екінші ұғымға ауыстырғанда, бірі үлкен, екіншісі кіші, бірі жалпы, тағы басқа. Мысалы, қазіргі күнде колхоздың бәрі моторлы. Яғни бұл жерде техниканы айтып тұр. Гипербола, күшейту деген мағынаны білдіреді. Гипербола қиял бейнелерін жасауға қатысатын әдістердің бірі. Көбіне гипербола балалар ертегілер мен батырлар жырында кездеседі. Мысалы, айшылық алыс жерлерді бір күнде өтіп жеткені. Литота заттың не құбылыстың қасиетін кішірейте суреттейтін көркемдік құрал. Батырлар жырларында, өтірік өлеңдерде литота жиі қолданылған. Мысалы, от орнындай тұяқтан оймақтайын қалыпты, ер тарғын батыр жырынан. Ирония адамға зат пен құбылысқа сырттай жақсы баға берсе де, ішкі мағынасы қарсы келіп, келекеге айналдыратын құбылту түрлері. Мысалы, қара кісіні аппағым, пұшық адамды қоңқағым деп атау. Енді терме дегеніміз не балалар? Махамбеттің шығармалары көбіне осы терме, толғау түрлерінде келеді екен. Енді терме мен толғаудың қандай айырмашылықтары бар? Әбілқасымовтың пікірін оқып көрейік. Терме қазақ халқының поэзиясында қалыптасқан лирикалық өлең түрі. Ғибраттылық мәні бар, моральдық идеялар тұрғысынан әр нәрсені теріп айтып, бір нәрседен екінші нәрсеге еркін ауысып отыру. Термеге айрықша тән қасиет. Ол нақыл сөз үлгісінде құрылып, әдетте өнегелі нұсқалы сөздердің тізбегіндей болып келеді. Ырғақты құрылыс жағынан 7-8 буынды жыр үлгісінде айтылады. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында жедел қарқынмен дами бастады. Кеңес дәуірінде терме жанрында туған шығармалар мол. Пішіні мен мазмұны толғауға біршама жақын. Толғауда қоғамдық әлеуметтік сарындар басым болса, термеде көбіне күнделікті тұрмыс тіршілікке қатысты жайттар сөз болады. Енді тапсырма орындаймыз. Махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқаны өлеңін оқу, мазмұнын меңгеру. Шығармада автор психологизмі қайтармақтардан көрінеді, және шығармадағы көркемдегіш тәсілдерді табыңыздар. Осы тапсырмаларды
махамбеттің Баймағамбет Сұлтанға айтқан шығармасынан оқып, іздеп, тауып орындаймыз. Енді балалар сабағымызды мадақтау сэндвичі әдісімен қорытындылаймыз. Пікірлеріңізді комментарийға жазып қалдырасыздар. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.